Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырыбымыз сепсис. Сепсис дегеніміз инфекцияның қанға түсуі. Организмде белгілі бір мүшеде қабыну процесі болып жатса, ол өкпе болсын, бүйрек болсын, бауыр болсын, тіпті тері болсын, ол жердегі инфекция белгілі бір себептерге байланысты қанға түседі. Сосын ол қан арқылы бір органнан екінші органға таралады. Яғни бұл бізде полиорганды жеткіліксіздікке алып келетін негізгі себептердің бірі. Қандай жағдайларда сепсис дамуы мүмкін? Яғни этиологиясына байланысты организмнің өзінің генетикалық бейімділігі, немесе микроорганизмнің өте көп мөлшерден болуы, немесе организмнің жоғары вируленттілігі, яғни микроорганизмнің басқа ерекше штамдарының түсуі, не болмаса дұрыс ем тағайындалмаса, немесе дәріге резистенттілікке ие болса, немесе пациенттің өзінің иммунды статусы, екіншілікті аурулары, қосымша созылмалы аурулары болса. Біз сепсис кезінде үш жағдайға дабыл қағамыз. Бірінші ол гипотензия, артериялық қан қысымы 100 мм сынап бағаннан төмен болса, психикалық жағдайының өзгеруі, сандырақтауы, есінің бұзылуы, бұл Глазго шкаласы бойынша 14-тен аз. Келесі тахипноя, яғни тыныс алу жиілігі 22-ден жоғарылап кетсе. Патофизиологиясына байланысты жаңа айтылғандай, белгілі бір орган зақымдалады. Яғни инфекция түскеннен кейін ол жердегі ағзадағы жасушаларды зақымдайды. Зақымдалғаннан кейін жасушалар иммунды жүйені іске қосады. Бізде бактериялардың грамм-10, грамм-теріс деген түрлері бар. Мысалы, грамм-теріс бактерия түсетін болса, ондағы липополисахаридтер жасуша қабырғасында орналасқан. Олар бізде антиген деп тануға қажетті негізгі белгінің бірі болып табылады. Яғни антиген деп танығаннан кейін организм арнайы иммунды жасушаларды, Б-лимфоциттер иммуноглобулиндерді шақырады. Т-лимфоциттер ары қарай бізде цитокиндердің, макрофагтардың, дендритті жасушалардың активациясына алып келеді. Бірақ та сепсис кезінде инфекциялық агенттің қай түр болмасын, патофизиология осындай жолмен іске асады. Ол бактерия болсын, вирус болсын, саңырауқұлақ болсын. Сонымен бірінші орында бізде нейтрофильдердің, осы Т жасушалардың арқасында нейтрофильдердің активациясы болады. Нейтрофильдер қан тамырларының қабырғасында орналасқан азот оксидінің активациясын шақырады. Нәтижесінде вазодилатация болады. Вазодилатация кезінде, вазоконстрикция кезінде қан тамырларының қабырғаларының, яғни көлемі өзгермейді, жалпы диаметрі өзгермейді, тек қана ондағы қабырғаларының мөлшері ғана өзгереді. Дилатация кезінде жиырылып тарылатын болса, констрикция кезінде осылай қалыңдайды. Ал фронтальды кесіндісінде мынау қалыпты, мынау констрикция жағдайында, бұл дилатация жағдайындағы көлемі болып есептелінеді. Бірінші, яғни вазодилатация болды. Екіншіден, нейтрофильдер эндотелийдің зақымдалуына алып келеді. Нәтижесінде қан тамырлардың эндотелий зақымдалғаннан кейін, оның жасуша аралық кеңістікке қарай қан тамырының өткізгіштігі артқаннан кейін нейтрофильдер мен белоктар өте бастайды. Ал белоктар өздерімен бірге суды алып жүреді, нәтижесінде ісіну болады. Яғни мұндағы қан тамырының ішінде сұйықтықтың бәрі сыртқа шығып кеткеннен кейін, ондағы айналымдағы қан көлемінің азаюына, гиповолемияға алып келеді екен. Әрі дилатация болып тұр, әрі гиповолемия болып тұр. Мұның барлығы гипотензияға, яғни қан қысымының төмендеуіне алып келеді. Екінші жағдай қан коагуляциясының іске қосылуы. Зақымдалған жасушалар бөлген медиаторлар қан ұюына алып келеді. Сонымен ол жерде тромбтар пайда болады. Тромб пайда болу эндотелийді одан сайын зақымдауына алып келеді. Және де ауыр жағдайларда шашыранды қан ұю синдромының дамуына алып келеді. Шашыранды қан ұю синдромы кезінде жаңа прокоагулянттар іске қосылады, эндотелий зақымдалады, сонымен тіндік факторлар активацияланады. Сол кезде тромб пайда болып, фибриногеннен фибрин пайда болады. Ал фибрин арнайы торшалар түседі, ол торшалар эритроциттерді, тромбоциттерді қағып алады. Осылайша ұйынды пайда болады. Және де осы кезде фибринолиттік жүйе іске қосылады, плазминоген плазминге айналады. Нәтижесінде керісінше енді қан ұю факторларының жеткіліксіздігіне және де жеткіліксіздігіне алып келеді. Тек енді қанның ұюы бұзылады, қан сұйыла бастайды. Сөйтіп ондағы қанның кетуіне алып келеді екен. Осылайша теріде ұсақ геморрагиялық бөртпелерді
байқаймыз, тек теріде емес, ішкі органдарда да қанның кетуін байқайды екенбіз. Үшінші жағдай ол лактаттың жиналуы, яғни 2,4 миллимольдан жоғары болса, біз оны гиперлактотемия деп айтамыз. Кез келген этиологиядағы шок кезінде, сепсис кезінде гиперлактотемия байқалады. Яғни лактат ол сүт қышқылының жиналуы анаэробты механизм кезінде іске қосылады. Оттектің жеткіліксіздігі аз болған кезде анаэробты гликолиз жүріп, сүт қышқылының жиналуына алып келеді екен. Мысалы ретінде шок кезінде бета-адренорецепторлардың активациясы болады. Бізде 3 түрлі бета-адренорецепторлар бар. Бета-1 жүректе орналасып, ол жүректің соғу жиілігінің артуына және де лақтырыс күшінің артуына алып келеді. Өкпеде орналасқан бета-2 адреноблокаторлар бронхиолалардың жаңағындай кеңеюіне алып келеді де, тезірек көп мөлшерде оттектің келуіне жағдай жасайды. Бета-3 адреноблокаторлар май тінінде орналасады. Май тінінің ыдырауы, яғни липолиз процесінің жүзеге асуының нәтижесінде 1 грамм май ыдырап 38 килоджоуль энергия бөлініп, бізге энергия көбірек керек. Түсірген энергия арқылы жүрек тезірек қанды айдаса, бізге керекті оттегіні өкпе арқылы компенсациялайды. Бірақ декомпенсация жағдайларында оттегі дұрыс қамтамасыз етілмегендіктен анаэробты механизм арқылы лактаттың жиналуын негізгі маркер ретінде санайды екенбіз. Енді негізгі емі. Ең алдымен сепсиске күмәнданатын болсақ, біз пациентке бірінші орында оттекпен қамтамасыз етуіміз керек. ИВЛ аппаратына орналастырамыз. Екінші қан анализдерін аламыз, кровь на стерильностьке тексереміз. Қанда қандай микроорганизм бар екенін анықтауымыз керек. Бірақ та анализ келмей тұрып, біз вена ішіне антибиотиктерді, кең спектрлі антибиотиктерді енгіземіз. Және де қанға инфузия жасаймыз, өйткені айналымдағы қан көлемі төмендеп кетті, ісіну және де база дилатация нәтижесінде біз қанды толықтыруымыз керек. Натрий хлоридін, альбуминді немесе глюкозаны енгіземіз. Және де диурезді анықтаймыз. Бүйректің жұмысын және де метаболизмнің қалай болып жатқанын білу үшін, және біз жаңа айтқандай лактаттың деңгейін анықтаймыз. Бұл негізгі маркер болып табылады.